Сәлем менің құрметті көрерменім. Міне, Рамазан айына аз ғана уақыт қалды. Егер оразаны алғаш ұстамаққа ниет етсеңіз, бұл видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Сізге айтар ақылым немесе тығырықтан қалай шығуға болады, қалай ойымды дұрыстаймын, қалай ниетімді дұрыстаймын. Егер біріншіден сіз ораза ұстайтын жалғыз жан емессіз. Бұл оразаны сізге дейін де миллион адам ұстаған, және Алла қаласа, сізден кейін де қаншама адам жалғастырады. Және олардың бәрі де бұлайды өте жақсы нәтижемен өткерді. Бірі нәпсісін тізгіндеп, өзгелермен қарым-қатынасын, мінезін түзеп алса, енді бірі білім деңгейін жетілдіріп, рухани қуат азық алды. Сонымен бірге, ораза бір ай бойы аш жүру деген сөз емес. Бар болғаны, сіз күндіз ішетін тамақтарыңызды енді түнде ішетін боласыз. Екіншіден, Алла тағала Құдси хадисте адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған оразасы мен үшін, оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, ішімдіктерден және жыныстық қатынастардан бас тартты дейді. Олай болса, оразаның құндылықтары Алла алдындағы дәрежені туралы толығырақ білуге асығыңыз. Жиі еске алыңыз. Бұл сіздің оразаға деген құлшынысыңызды арттырады. Биыл ұстамай-ақ қояйын, келесі жылы бар ғой, деген секілді ой келсе, қуылған шайтаннан Аллаға сыйыныңыз да оразаңызды жалғастырыңыз. Биыл ораза көктемге түседі ғой, ол бір шаршайтын мезгіл ғой, деген сұрақтар маза бермей жатыр ма? Ғалымдар адамның қарнында өз денесін 2 тәулік бойы алып жүруге жеткілікті деңгейде тамақ болатынын дәлелдеген. Осы тұста онда неге адамның қарны ашады деген заңды сұрақ туады. Расында неге? Естеріңізде ме? Әлгі итке жасалған тәжірибе бар еді ғой. Күнде бір кәнденге жүйелі түрде бір уақытта тамақ беріледі. Бірде иттің тамағын тесіп, үстіне түтік салады да, күнде сол бір мезгілде беретін тамақты әкелмей қояды. Сол кезде ит тыпыршып мазасыздана бастайды. Ал әлгі түтіктен сөл тамшылайды. Яғни адам белгілі деңгейде бір уақытта жүйелі түрде тамақтанып үйреніп қалғандықтан, қарны аш болса да, асқазаннан сөл бөлініп, ол миға қарнының ашқандығы туралы жалған ақпарат береді екен. Демек, адам ашығып бара жатқандығынан емес, ең әуелі жүйелі келетін тамақтың келмей қалғандығынан қиналады. Ең бастысы, тамақ ішуім керек еді деген ой аштыққа шыдатпайды екен. Есіңізде болсын, Алла тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Ораза тұтпауға өзіңді алдап, түрлі себеппен сылтау тауып алу оп-оңай. Мысалы, кешке дейін жұмыста отырамын, аш болам, басым істемей қалады дейтін сылтаулар бар. Кофе ішіп, маңдайың жіпсіп отырғанда да басың істемейтін уақыттар болады. 10 сағат ұйықтап тұрсаң да, миың мең-зең болып жүретін кездер де болады. Адам баласының сылтауы бітпейді, ал келесі оразаға аман жетеміз бе, жоқ па, оны Алла ғана біледі. Бірнеше жыл бойы Рамазан оразасын ұстап жүрген білімді, салиқалы кісілермен сұхбат құрыңыз, кеңес сұраңыз. Тіпті оразаны бір рет қана және биыл бірінші рет ұстағалы отырған адамдардан да пікір алыңыз. Ислам біздің ойымыздан, көңіл қалауымыздан тұрмайды. Бұл әлемдердің Раббысының діні болғандықтан, ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігі иесі ғана шешеді. Алла тағала Құранда Алланың тура жолынсыз көңіл құмарлығына ерінгеннен өткен адасушы бар ма? Содан кейін сені істе, яғни дінде шариғат жолына салдық. Енді соған ер және білмейтіндердің көңіл құмарлығына ерме. Сол себепті
дерек көздерде көрсетілген сенімді кітаптардан ораза тұтудың жолдарымен танысыңыз. Мешіт имамына барып кеңес сұраңыз.